Үйлеріңізді Рамазан айын бір ай бойы мейрам сияқты өткізсеңіздер екен. Сіздерге айтатын, мейрам сияқты. Балаларыңыз сол айды күтіп жүретін болса екен, сол айда өзгерсеңіздер екен. Осы Рамазанда өзгерді менің әкем, Рамазанда менің анам өзгерді, қайтадан сол Рамазан кесе екен шіркін-ай деп аңсататындай қылып, сол Рамазанды өзіңіз де өзгеріп, жұртты да өзгертіп, тіршілігіңіз, күнделігіңізді де өзгертіп, соны бір жандандырып, нұрландыратын сізсіз. Оған міндетті түрде қаражат керегі жоқ. Оған міндетті түрде миллион долларлар керегі жоқ. Оған сіздің жүрегіңіздегі махаббатыңыз ғана қажет. Сондай бір керемет қылып өткізсеңіз, Рамазанға жететін болады. Сол үшін осы айда жасалынған жақсылықтарыңыз тек біріне бірі қосылатын жақсылық болсын. Және Рамазан айында бүкіл жамандықтан құтылып қалатын ай болсын деген келеді.